Зейнет жасын 55 жасқа дейін төмендетуді талап етті. Бұл туралы Информбюро хабарлады. Жиналған әйелдер мемлекет ұсынған жалдамалы пәтерді өз аттарына рәсімдеуге мүмкіндік беруді сұрайды. Астанада мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған 50-ге жуық әйел зейнет жасын 55 жасқа бекітуді талап етті. Оған қоса осы санаттағы отбасылар баспаналы болу үшін арнайы кезек енгізуді сұрады, деп хабарлайды 31 арнаның Информбюро ақпараттық бағдарламасы. Жиналған әйелдер мемлекеттік ұсынған жалдамалы пәтерді өз арттарына рәсімдеуге мүмкіндік беруді сұрайды. Олар билікке 18 талап қойды. Ал аналардың алдынан шыққан еңбек министрлігінің өкілдері әр арыз жеке қаралып, тиісті жауабы беріледі дейді. Массажы 30 минутқа да жетпейді. Сағаттарын көбейтсе деймін. Содан оңалту орталықтарын көбейтсе және тегін болса деймін, деді Астана қаласының тұрғыны Гүлзия Қошқұлова. Мүгедектігі бар бала бағып отырған әйелдер осы санаттағы арналар 55 жасына зейнетке шығуға тиіс деп есептейді. Сондай-ақ әр мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасылар баспаналы болу үшін арнайы кезек енгізілуі қажет дейді. Сондай-ақ мемлекеттен жалға алған пәтерлері өз меншіктеріне өткенін қалайды. Бұдан бөлек баланы сауықтыру, сапалы дәрімен қамту, шипажайларға тегін жолдама беру секілді проблемалары тағы бар. Үмітіміз үлкен, балаларымызға оңалту өте қажет. Ата-аналар осы балаларға қарап жүрген соң жұмыс істемейміз. Сондықтан зейнет жасын да төмендетсе екен, деді Гүлзия Қошқұлова. Аналар қойған талаптарын қағазға түсіріп, министрлік өкілдерінің қолына тапсырды. Бірнеше талап қойып жатыр. Олардың бәрін жеке-жеке қарап, мүмкіндігінше заң бойынша қажет көмек береміз, деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі Төлеген Оспанқұлов. Ресми дерекке сәйкес қазір Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі 92 мың бала бар. Ал ол санаттағы 21 955 отбасы баспана кезегінде тұр.